Бүгінгі таңда тайм-менеджмент термині кең қолданылуда. Бұл уақытты басқару тәсілдерін зерттейтін менеджмент саласы. Уақытты тиімді басқарудың бірнеше қағидасын қарастырайық. Бірінші қағида. Әдеттеріңізбен шұғылданатын істеріңізді анықтап алыңыз. Ол үшін 1-2 апта бойы күнделікті атқаратын ісіңізді белгілеп алатын күнделік арнаңыз. Ол сіздің уақытыңызды бақылауға көмектеседі. Екінші қағида. Кешкісін ертеңгі күніңізді жоспарлаңыз. Жоспарлаған істеріңіздің кемінде жартысы нақты нәтиже алуға бағытталған болсын. Маңызды істерге нақты уақыт белгілеңіз. Үшінші қағида. Жетістік жайлы ойлаңыз. Кез келген жұмысты бастамас бұрын, оның қалай аяқталғанын қалар едіңіз. Тапсырманың орындалуынан нені күтесіз? Төртінші қағида. Компьютердегі, ұялы телефоныңыздағы артық ұяшықтарды, ойын, әлеуметтік желілерді, ақпарат сайттарды, тағы басқа қажеті жоқ беттерді өшіріп тастаңыз. Бесінші қағида. Бәрін бірден үлгеруге ұмтылмаңыз. Барлық істі тұндыру мүмкін емес. Бір жұмысты аяқтап, екіншісіне ауысқан дұрыс болады. Естеріңізде болсын. Жетістіктің сыры санда емес, сапада. Асықпаған арбамен қоян алады деген қазақ мақалы бар.